Жетісайлық аналар ұлықталды. Көп жылдар бойы ел мен жерге қалтқысыз қызмет еткен ақжаулықты жандар Домалақ ана, Ұмай ана, Гаухар ана сынды төсбелгілермен марапатталды. Сонымен бірге Қазақстан аналар энциклопедиясы табысталды. Кітапта Мырза Шөлдік аналардың өмір тарихы мен үлгі болар оқиғалар жазылған. Мерекелікке Жетісай ауданы әкімдігімен және аудандық аналар кеңесі қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтті. Отбасы ошақ қасында жүріп ақ түздің қамын жайлап, сапалы да саналы ұрпақ тәрбиелеуде еңбек етіп, еліміздің өркендеуіне үлкен үлес қосқан бірқатар аналарды марапаттау кешін аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы ашып берді. Өсіріп отырған дара жолдарыңыздың артта келе жатқан өскелең ұрпаққа жақсы өнеге көрсетіп жүргендеріңізге мың алғыс. Жалпы бүгінгі аналар журналы тұсаукесері құтты болсын. Бұдан былайда алдағы уақыттарда жалпы осындай игі жақсы дүниелер ауданымызда көп болсын. Сіздердің жолдарыңыз кейінгі өсіп келе жатқан ұрпақтарға, жас келін қыздарымызға жұғысты болып жүре берсін. Сый құрметке ие болғандар қатарында көп балалы аналар, ардагер ұстаздар, дәрігерлер мен ауданға еңбегі сіңген ақжаулықты жандар бар. Бұл айтулы іс-шараны ұйымдастырудағы басты мақсатымыз төсбелгілерді сән үшін емес, мәнін түсіндіріп, аналардың еңбегін артынан ерген келін қыздарына үлгі ету дейді Аналар журналының редакторы Ажар Момбекқызы. Біздің журнал Аналар республикалық қоғамдық журналының шешімімен тағайындалған. Домалақ ана, Ұмай ана, Қарашаш ана, Қарқабат ана, Гаухар ана атындағы медальдарды кеуделеріне тақтық. Сән үшін таққан жоқ, біз жаңада айтып жатырмын ғой, бұның барлығында бес бірдей әруақты ананы көтеріп, оны аналардың кеудесіне ілу біз үшін де, біздің команда үшін де оңай болған жоқ. Қаншама тер төктік, рұқсат алдық деген сияқты. Міне қазір осы Аналар республикалық қоғамдық журналы 4 жылдан бері басылымдар бәйгесінде жүрсе, біз 5 мыңға жуық ананы насихаттап, республика көлемінде түркі жұртының аналарын танытыппыз. Біз енді тағы бір идея келді, сонау ауылдарда отырған, сол ауылдарды дамытуға кезінде еңбек еткен, қолы күс-күс болып, белінде баласы, құшағында баласы жауапкершілігін буып қызмет еткен аналарды неге осы насихаттамасқа, кімдер олардың ақжаулығын желбіретеді деген сұрақты алға тарта отырып, Қазақстан аналарының энциклопедиясын түздік. Түркістан облысы бойынша 650 ана енген болса, соның 20-сы осы Жетісай ауданының аналары. Сен тұр, мен атайын деген аналар барлығы кешегі кеңестік дәуірінде тәуелсіздікті құруға барлығы бірден атсалысқан аналар. Олардың еңбектері қай жағынан насихаттасақ та, келешекке насихаттасақ та жарасады ол. Бұл кітап алдағы уақытта екінші томы жалғасын табады. Мұны алдағы қыркүйек айында біз осыны жинайтын боламыз, тағы да сбор ашамыз, тізімге қабылдау. Енді олған бізге көршілес Қызылорда және Жамбыл облыстарының 400-ге жуық аналар қосылса, Шымкент қаласының 100 анасы және Түркістан облысының тағы да 100 орын беріп отырмыз. Риза болған ақжаулық иелері бата тілектерін жаудырып, тарту таралғы жасады. Ал Жетісай аудандық мәдениет үйінің өнерпаздары ән мен жырдан шашу шашып, көпке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Лаура Бақытжанқызы, Жеңіс Сыдықов, ақпарат, Жетісай ауданынан.